Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзім жасайтын вареникидің рецептісімен бөліскім келеді. Әркім әрқалай жасайды. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен суымызға тұз, бір дана жұмыртқа және сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, сұйық болған массамызды құйып, қолға жабыспайтын бір келкі қамыр дайындаймыз. Енді бұны пакетке салып, тұндырып қойып қоямыз. Енді салмасына кірісеміз. Ыдысымызға картоп салып, тұз салып қайнатуға қоямыз. Пиязымызды майдалап турап, жақсылап қуырамыз. Осылай міне біріктіріп, піскен картошкамыз бен пиязымызды жақсылап езіп аламыз. Енді қамырымызды жайып, стаканның көмегімен дөңгелетіп кесіп аламыз. Содан соң вареникиді түйіп бастаймыз. Мен мантаваркаға пісіремін буға. Көбісі қайнатып жатады. Қайнатса езіліп, картошкасын бәрі сыртқа шығып кетеді. Сол себепті мен буға пісіремін. Осылай мантаваркамызға жақсылап тізіп шығамыз. Содан соң аз ғана маймен кішкене бетіне жағып шығамыз. Осылай мен 25 минутта пісіп шығады. Дайын болды. Ас болсын.